Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 4 сыныптың математикасы 154 сабақты өтетін боламыз. Тақырыбы үш бұрыштар. Бірінші тапсырма. Уақыт таспасына қара. Адамзат баласының даму тарихы ұзаққа созылған және қызықты. Уақыт таспасынан өзің өмір сүріп жатқан кезеңді тап деген екен. Бұл жерде алғашқы қауымдықтың құрылысы уақытысы көрсетілген, яғни ол 10 000 жыл бұрын болған екен. Одан кейін ежелгі әлем ол біздің заманымызға дейінгі 30 ғасыр мен біздің заманымыздағы 4 ғасырлар екен. Және орта ғасыр ол 5 және 15 ғасырлар деп тұр. Жаңа заман ол 15 және 20 ғасырлар. Ең жаңа ғасыр ол 20 және 21 ғасырлар деп берілген. Бұл жердегі өзіміздің қазіргі уақытта өмір сүріп жатқан кезеңіміз ол 20 және 21 ғасыр ең жаңа ғасыр болып табылады. Екінші тапсырма. Тік, сүйір, доғал бұрыштардың атауын 3 бағанға бөліп жаз деген екен. Олай болса бізде бірінші бұл жерде берілген тік бұрыш берілген, бірақ осы тік бұрыштан біз сүйір бұрышты, яғни жасайтын болсақ, ол С және Т, С болып табылады. Бұл сүйір бұрыш болады. Және екіншісінде бізге Д, Е, Ф, G бұрыштары берілген. Бұл жерде яғни С, Д бұрыштары бізде сүйір бұрыш бола алады деген сөз. Келесі бізде 6 бұрышты берілген, оны біз Д деп белгілеп алдық. Келесі О, Н, М, Q, П бұл жерде де Д деп белгілеп алдық. Және үшіншісін С, Р, У, Т деп берілген. Біз бұны Т деп белгілеп алған болатынбыз. Үшінші тапсырма. Кестеге қарап, бұрыштарына қарап, үш бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады деген екен. Бұл жерде бізге бұрыштардың түрлері тік бұрыш, доғал бұрыш, сүйір бұрыштар берілген. Енді тең бүйірліге, яғни тең бүйірлі бұрыштарға тік бұрышта, доғал бұрышта, сүйір бұрышта жатады екен. Ал тең қабырғалы бұрыштарға тек қана сүйір бұрышты жатқыза алады екенбіз. Қабырғалары әртүрлі бұрыштарға тік бұрышты, доғал бұрышты және сүйір бұрышты да жатқыза аламыз. Ереже. Есіңде сақта. Егер үшбұрыштың тік бұрышы бар болса, онда ол тік бұрышты үшбұрыш деп аталады. Егер үшбұрыштың екі қабырғасы тең болса, онда ол тең бүйірлі үшбұрыш деп аталады екен. Егер барлық үш қабырғасы да тең болса, онда тең қабырғалы үшбұрыш. Ал егер барлық қабырғаларының ұзындықтары әртүрлі болса, онда қабырғалары әртүрлі үшбұрыш деп аталады екен. Төртінші тапсырма. Суретке қара. Үшбұрыштарды қандай да бір белгілері бойынша топтарға бөл деген екен. Оларды басқаша қалай бөлуге болады дейді. Бұл жерде М, К, Q, R, S, A, S және V үшбұрыштары берілген. Бұларды біз үш топқа бөлдік. Яғни тік бұрыштылар деп алдық. Оған Q, R, A-ны жатқыздық. Ал сүйір бұрыштыларға М, К, К, S бұрыштарын жатқыздық. Және доғал бұрыштыға тек қана Б үшбұрышын ғана жатқызған болатынбыз. Дәл осылай үш топқа топтастырдық. Бесінші тапсырма. Сызғыштың көмегімен үшбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше. Олардың қандай үшбұрышқа қабырғалары әртүрлі, тең қабырғалы, тең бүйірлі жататын анықта. Нөмірі бойынша топқа бөліп жаз деген. Олай болса, оқушылар сіздер сызғыштарыңызды алып, осы үшбұрыштардың барлығын өлшеп алсаңыздар болады. Енді мен осындай үш топқа топтастырдым. Қабырғалары әртүрліге 1-ші, 5-ші, 3-ші, 7-ші, 4-ші, 11-ші, 12-ші үшбұрыштарды топтастырдым. Ал тең қабырғаларға оларға ешқандай үшбұрыштар келмейді. Сол себепті жоқ деп жазып қойдым. Тең бүйірлерге 2-ші, 6-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші үшбұрыштарды топтастырған болатынмын. Өздеріңізде сызғышпен өлшеп көрсеңіздер болады. 6-ші тапсырма. Жазбаша есепте 87.658 бен 68.763 сандарының қосындысына 18.764-ті қоссақ 175.185 болады.
986.409 бен 5876 мен 5432 сандарының қосындысын қосатын болсақ, мәні 997.717-ге тең болады. 6786 мен 46896 сандарының қосындысына 41089-ды қосатын болсақ, 94771-ге тең болады. 609.099 бен 45398 сандарының қосындысына 10342-ні қосатын болсақ, 116739-ға тең болады екен. 247-ні 27-ге көбейтетін болсақ, 6669-ға тең болады екен. 239 бен 454-тің көбейтіндісі 108506-ға тең болады. 460.598-ді 782-ге бөлетін болсақ, 589-ға тең болады екен. 144.560-ды 695-ге бөлетін болсақ, есептің мәні 208-ге тең болады. 7-ші тапсырманың А нұсқасы есепті шығар. Тең қабырғалы АБС үшбұрышының периметрі 27 см-ге тең. Оның қабырғаларының ұзындығын тап деген екен. Олай болса, ең алдымен үшбұрыштың периметрі 27-ге тең деп алдық, және А, яғни ол ұзындығы белгісі сантиметр. Енді ұзындығын табу үшін А тең деп алып, периметрін 3-ке бөлеміз. 27-ні 3-ке бөлетін болсақ, 9 сантиметрге тең. Жауабы АБС үшбұрышының қабырғасы 9 сантиметрге тең. 7-ші тапсырманың Ә нұсқасы тең қабырғалы үшбұрыш туралы осыған ұқсас есеп құрастыр деп берілген. Енді біз ұқсас есепті периметрін анықтаудан бастаймыз. Периметрі тең 3-ті А-ға көбейтеміз. Яғни бұл жердегі А 4 сантиметрге тең. 3-ті 4-ке көбейтсек 12 сантиметр. Жауабы АБС үшбұрышының периметрі 12 сантиметрге тең болады. 8-ші тапсырманы орында. Үшбұрыш пішінді гүлзардың сызбасына қара, оның ауданын қалай табуға болатынын ойлан деген. Яғни бұл жерде бізге үшбұрышты гүлзар берілген, оның ұзындығы 14 см және ені 16 см-ге тең. Ауданын табу үшін S тең деп алып, жақша ішінде 16-ны 4-ке көбейтеміз және одан шыққан санды 2-ке бөлетін боламыз. Сонда есептің мәні 112 метр квадратқа тең болады. Яғни жауабы гүлзардың ауданы 112 метр квадратқа тең. 9-ші тапсырма ойлан және жауап бер. Әлім 37 литр суды 2 шелекке құйып алды. Оларды әкеле жатып, бірінші шелектен 2 литр суды, ал екінші шелектен 5 литр суды төгіп алды. Енді шелектегі судың көлемі бірдей болды. Әрбір шелекте неше литр су болды деп берілген. Бұл жерде ең алдымен теңдеу құрастырамыз, яғни x қосу 2 қосу x қосу 5 деп алдық. Ол тең болу керек 37-ге. 2x қосу 7 деп алдық. Тең 37-ге. 2x тең деп 37-нен 7-ні азайтамыз. Сонда 2x тең болады 30-ға. Енді x-ті табу үшін x тең деп 30-ды 2-ке бөлеміз. Сонда бұл жерде x тең болады 15-ке. Енді бірінші шелек 15-ке 2-ні қоссақ, бізде 17 литр су болады. Ал енді екінші шелекті анықтайтын болсақ, 15-ке 5 литрді қосамыз, сонда 20 литр су. Тексеретін болсақ, 17-ге қосамыз 20-ны 37 литр суымыз шықты. Демек, жауабы бірінші шелекте 17 литр су болады, ал екінші шелекте 20 литр су болды. 10-ші тапсырмада А нұсқасына бұрыштары, Ә нұсқасына қабырғалары берілген. Енді тік бұрышты үшбұрыштарға UVM, EFD және QPR бұрыштарын алдым. Сүйір бұрыштылы үшбұрыштарға GHJ, JKL және STU бұрыштарын алған болатын. Доғал бұрышты үшбұрыштарымызға ABC және MNO қабырғаларын алған болатымыз. Ә қабырғалары әртүрлі деп берілген бұл үшбұрыштардың QPR, DEF және MNO. Енді тең берілі үшбұрыштарға GHI, UVM, STV және ABC деп алды. Тең қабырғалы үшбұрыштарға GKL,
осы үш бұрышты алған болатынмын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне түсінбеген жерлеріңіз болса жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын.